Мынау менің ғылыми жобамыз. 6 сынып оқушысы менен. Мына сүлік туралы. Осы контейнердің ішінде 6 сүлік бар. Мына жерде бір сүлік жатыр, мінекей. Тірі. Көрдіңіздер ме? Мына сүлік тірі. Мінекей, ана судың ішінде жатыр сүлік. Сол мынаның арасында. Мына біреу дегеніңіз, мына ортада тұрған мынау бұл сүліктің мынау жұмыртқасы. Мына сүліктің жұмыртқасы. Осының ішінде, мен сіздерге айтайын қанша. Осының ішінде біз сүлікті ғылыми жобада туғыздық. Бұл тудырып көбейту негізі өте қиын шаруа. Бұның енді адамзатқа келтіретін пайдасы ұшан теңіз. Бұл өзі Гиппократтан бастап қазіргі гиродология ғылымы бұны адамдарды, мына әсіресе варикозы бар, қан тазалау ғой. Дүние жүзінде бұдан артық қан тазалаушы аппарат та жоқ, ештеңке жоқ. Осы сүлік. Осы сүліктің біз ғылыми жобадағы адамзатқа емдік қасиеттері, және де оны ұстау, баптау, және де бұны осының емдік қасиетін туралы ғылыми жоба қорғаймыз. Мінекей. Соң ғылыми жобада мен өзім мынау Костикованың кітабын басшылыққа алам. Мінекей. Осы өмірде қолдандық. Мінекей. Біз бүгін сіздерге сүлікті қолда өсіргенде мына үй жағдайында қыстату туралы. Бүгін сіздерге мен өзімнің тәжірибемен бөлісейін деп отырмын. Мына жерде сүлік, мінекей, бұл медицинский сүлік деп аталады. Бұл енді бұлар мынау қазақша айтқан кезінде бұлар жаңағы туғызуға жібереміз. Жазда бұларды біз туғыздық. Мінекей, мына жерде сіздерге мен соның жұмыртқасында көрсетейін. Мынау Машаттан әкелдім мені. Біз Жамбыл облысында тұрамыз ғой. Мына Машаттың мүгі. Бұл осыған ішіне туады. Үй жағдайында қалай туғызамыз? Мінекей, мына ортада тұрған, мына біреу көріп тұрғаныз, бұныңыз мінекей сүліктің жұмыртқасы. Сүлікті негізі біздің қазақта әулие құрт дейді, бұл көрсете бермейді негізі. Бірақтан да мен жазда осыны өзіміздің мынау ғылым мектептегі оқушылармен бірге жүргізген ғылыми жобамызда үй жағдайында біз осыны туғыздық. Мінекей. Мен сіздерге мынау арнайы көрінсін деп астына мақта салып қойдым. Мінекей. Осының ішінде мынау тұт жемісіне құсас. Осының ішінде бірақтан да бұның 10 шақты сүліктің баласы болады. Мінекей, мен соған мынау бүгін 9 қараша біз сүліктерді жаңа қыстатуға қоямыз. Енді осының ішінде мына сүліктердің барлығы буаз деп айтсам болады. Мінекей, соны сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Мынау бізде не? Машаттың мүгі. Осыған жаңағы біздің сүліктеріміз осы жерде осының арасына туатын болады. Мінекей. Мінекей, мен сіздерге көрсетейін. Мінекей, осындай біз табиғи орта жасап береміз сүліктердің туғанына. Мінекей, осының ортасында сүліктер туады. Осы жерде қыстайды. Сіздерге біз мынау сүлікті қыстату бойынша көрсетеміз. Ғылыми жобамен айналысушы оқушы Аманжол Байбек сүліктерді алып мынаяққа салады. Қолмен алып сала бер. Үлкендерін. Онда. Сала береміз. Үлкендерінен. Бұлар буаз. Екеу. Бірақ бұны біздің қазақтар ежелден қолданғанда оны тұзбенен құстырады. Біз бүгін мынау сүлікті құстыру. Бұл сүлік ұстау Аюп пайғамбардан қалған. Сон сүлікті тұзбенен құстыруды сіздерге көрсетем қазір. Мына жерді түсіріңіз. Мына ішінде тұз бар. Тұз. Мінекей. Тұз.
Бұл кеше бұны жаңағы неге қылғаннан кейін мынау адамның қанына пайдаланып неғылғаннан кейін болмаса сырттан сатып әкелген кезінде де бірден қолдануға болмайды. Себебі ол жақтан сиырдың қаны, малдың қанымен неғылдырған болуы мүмкін. Оны өсіру үшін солай қолданған болуы мүмкін. Сондықтан оны келген кезінде осылай мына тұзға салып, бұл енді орта есеппен айтқанда 1 минут қой, өсіп құстырып алу керек. Құстырып, бұл құсат. Мына көрдіңіз бе, мына құсып жатыр, мына көрдіңіздер ме? Мына құсып жатыр. Құсып, ішіндегісін бәрін құсып, жіп-жіңішке болады. Мынаның бәрін құсқаннан кейін бұны мына жаққа тәтті суға саламыз. Сосын тазалап барып салу керек. Әкелгенді бірден салуға болмайды. Бұны мен сіздерге айтып отқан Алтайбай қажы. Мынау, мына көрдіңіздер ме? Мына құсып жатыр, мына көрдіңіздер ме? Мына көрдіңіздер ме? Мынаны. Әне құсып жатыр, әне. Көрдіңіздер ме? Құсып жатыр. Құсып жатыр. Мінекей. Бұл өзі соны құсып, сосын әбден құсып алғаннан кейін, мынау бакалашканың түбі ғой, бакалашканың түбіне мына әрқайсына құстырып, сосын бар тәтті суға салып, талып қалады бұлар кішкене. Сосын жаңағы тәтті суға салғаннан кейін өзі бір 10-15 минуттан кейін есін жияды. Мына көрдіңіздер ме мына? Мынау мысалға мынаны құстырады мына. Сөйтіп мынау құсты көрдіңіздер ме? Сөйтті де мынау өстіп мынау шоковый состояниеға түсіп талып қалады байқұс. Әулие құрт қой, бұны да қинай беруге болмайды. Бұны өлтіруге болмайды. Сосын бұны аламыз да мінекей. Бұны алғаннан кейін жаңағы мына тәтті суға, тәтті суға тастаймыз. Сол жақта 5-10 минут жаңағы есін жинайды. Мынау бұны сүлікті 2 айда 1 рет салуға жарайды. Сондықтан бұлардың барлығы мынаны біз салынған сүліктер. Сондықтан бұларды тойдырып, мынау шағылыстырып, біз бұны туыға қойып жатырмыз. Біз оны білмейміз енді, қыста туады тумайды. Бірақ біз жазда оны туғыздық. Мінекей. Қойдым әпіш. Мінекей көрсетеміз. Бір жақын алып көрсеңіз. Бұл мінекей тойған мұнаның бәрі. Бұның ішіндегі мынау қысқа дайындалған, тойдырып, бұның суға шомылдырып, әбден сейіл жасатып барып, осыны қыстауға жіберіп жатырмыз. Бұны құрметпен қарау керек. Жан-жануарға қиянат жасауға болмайды. Жәндіктерге әсіресе мінекей. Мінекей. Ішінде жаңағы астына біз тастар қойдық. Үстіне жаңағы топырағы бар мүк, және де машаттан әкелген мүгімізді қойдық. Сөйтіп қыстауға осылай қоямыз. Бұл да жаңағы суда көп ұстай беруге, бұнда өзі табиғи жағдай жасап беру керек. Және де мынау пластмассада бұл өзі арнайы тесілген. Мына қарасаңыздар, мынау сыртынан тесіктері бар. Бұл ауа беріліп тұру керек. Және де бұған ішіле ыстық болмау керек. Температура сондай жаңаға не болу керек. Мінекей. Ал енді андағы сүліктерді біз алып қаламыз өзімізге қолдануға. Мұнаның ішінде біз қазір 15 сүлікті қыстауға осылай дайындап тұрмыз. Бұның енді мынау сыртын бәрін тескенбіз. Содан кейін сіздер бұның пластмасса затта мынау бензофенол бөлінуінен сақтау керек. Себебі мынау пластмасса заттарға тікелей күн түскен кезінде мына пластмасса заттар ол улы не бөлуі мүмкін. Сондықтан бұны орта температурасында мынау қыстық жағдайда аса белсенді болмайтын сондай ұйқы жағдайына жібереміз. Ал енді табиғи жағдайда сүліктегеніміз бұл 2 жылдай аш жаталады екен. Ол енді сондай өзіне жағдай жасалғанда. Ал енді бұның табиғатта бұлар жаңа шылаушамен, басқа да жәндіктермен қоректенеді деп әдебиеттерде жазылған. Бірақ мынау біздің өзімізде медицинада қолданып жүрген шылаушандарымыз, немізде өзіміздің қолданып жүрген сүлігімізді
біз қыстық жағдайға жіберіп отырмыз. Мінекей. Біз ескеруіміз керек. Сүліктің табиғи жағдайда қалай өмір сүреді, соған жақындау, біз сондай мынау жасанды орта жасап бергеніміз дұрыс дейміз. Мынау енді пластмасса ыдыс, осының сыртына жаңағыдай ыдысын жауып, мінекей. Біз бұны жаңағы несінде мынау жан-жаннен тесік қойдық. Бұның ішіне от төгу керек. Себебі біздің сүліктеріміз тыныс алады. Мінекейміз. Үй жағдайында осылай қыстатуға болады сүліктерді. Мінекейміз. Осы өзіміздің тәжірибемізбен бөлісіп жатырмыз. Осылай бекітіп қоямыз. Сүлікті осындай қол жағдайында көбейтуде біз тәжірибемізде, қаламай жобамызда үй жағдайында біз туғыздық. Ол кезде 4 сүлікті біз туғызған болатынбыз. Сондықтан жаңа жұмыртқасында сіздерге біз көрсеттік. Ал енді бұны мынау екінші рет осындай біз тууға жағдай жасап отырмыз. Сонда бұның сүліктеріңіз негізінен мынау қанға тояттағаннан кейін бұны суға үлкен 2-3 литрлік банкадағы суға 10 шақты сүлікті салып қойғанда олар өздері шағылысады. Өздерінің белгілі бір мінекей сүліктердің селбесуі мінекей анау жерде анау жерінде көрдіңіздер ме? Жақындасып жатыр әнекей. Сүлік. Міне сүліктің селбесуі. Мінекей. Сүлік. Сүліктер әнекей. Енді бұл сүліктер туады. Сүліктер негізінен гемопрофитті дейді, бірақ мыналар жыныстық қатынаспен аталық пен аналықтың жақындасуы бұлардан жақсы ұрпақ алуға болады. Бұлар үшінші күн жаңағы адамның ем шарасына қолданғаннан кейін, тойғаннан кейін осы 2 литрлік банкада таза суда, анау тұрған ішіне бакалашкада құрғақ солардың жұмыртқалауына арнап салып қойғанбыз. Ал енді мынау үшінші күні мынау үлкен сүліктер бір-біріне жақындап, мінекей жыныстық қатынаста. Бұлар енді табиғи жолмен туады. Асына келген кезінде, содан кейін 1 айдай суда тұрғаннан кейін, оны осындай табиғи орта жасап берсе, тууға жағдай жасап. Біз көп түрлі мен не жасап көрдім. Жаңағыдай табиғи орта. Соның ішіндегі мынау мен Түркібас жақтағы Машаттан мүктерді әкеліп, сол мүкке тастың үстіне сол мүктерді қойып, сол мүктерге туғыздым. Осы жақсы нәтиже береді екен табиғи ортада. Себебі мүк дегеніміз ол біріншіден бұзылып кетпейді, көгеріп кетпейді, ол өзі өседі. Соның ішінде ол жаңағыдай өзінің бойынан от төгін бөліп отырып, сондай табиғи орта жасайды. Тастардың үстіне қойып, жаңа өздеріңізге көрсеттік. Мінекей, сода мынау бетін тескен кезінде, жан жағынан көптеген мен бір 30 шақты тесік қойдым.
Себебі бұл ауа аса қажет. Күн тікелей түспеу керек. Мынау шығыс жақтан қойса да болады. Енді мынау күздің күні және де қыстың күні шығыс жақтан дағы терезеге қоюға болады. Ал енді жаздың күні күн ыстықта бұны мына солтүстікке қарап тұрған терезелерге қою керек. Әйтпесе мынау пластмасса ыдыстар ішіндегі температурасы жоғарылап кетіп, біз жаңағы сүліктерді өлтіріп алуымыз мүмкін. Сондықтан сүлікті аялап ұстау керек. Мен бағана қайталап айтам, сүлік дегеніміз бұл қазақтар әрбір ұзақ жасаған қарттарымыздың үйінде сүлік болған. Олар өздеріне мынау герудология деген ғылымымыз, герудологиямыз бергі кейінгі 20-21 ғасырларда дамыды деп жатса да, біздің қазақтар оны ежелден қолданған. Бұны өздеріне салды. Себебі табиғатта болмаса мынау адам баласы қанды сүліктен артық тазартатын ешқандай аппарат ойлап тапқан жоқ. Адамның бойындағы қанды тазалайтын осы сүлік. Сүлік Аюп пайғамбардан қалған хикмет, Сүлеймен пайғамбардан бата алған. Сондықтан мен сіздерден сүлікке осындай бір қамқоршылық жасауға, сүлікті өмірде қолдануға осылай болады. Және де мынау біз ютубқа сала отырып, қазақ тілінің аясы кеңісін, Хакім Абай айтқандай, әркім өзіне керегін алады деген ойменен осыны біз салып отырмыз. Мінекей үй жағдайында, мінекей. Одан кейін бұл сүлікті қолданғанда да бір сүлікті бір адамның өзінде бір 10, болмаса бір 20 сүлігі болса, соны жаңағы 2 айда бір солай салып тұруға болады. Біреудің сүлігін біреуге қолданбай. Ал енді бұны үлкен сүліктерді көбейтетін жағдай мынау әсіресе мынау Түркияда жақсы дамыған сүліктерді тудырып өседі. Үлкен фермалар бар, сүліктерді өсіріп тудырып дамытатын мінекей. Ал енді өздеріңіз білесіздер, мынау Ресейдің патшалығында сүлік несі болған, мынау көлшігі болған, арнайы сүлікті өсіретін. Сөйтіп Романовтар әулеті сол сүлікті өздеріне емге, емшараға көп қолданған. Ал әсіресе мына Европада кейіннен барғанда, мына 19 ғасырда сүліктер бас ауырса да сүлік салатын болған, бел ауырса да сүлік салатын болған. Себебі сүлік көптеген ауруға шипа. Ғылымда сүліктің бойындағы 103-ге жуық бұның емдік қасиеті, әсіресе ең біріншісі бұның герудин. Бұл анау қанның құрамына сүлік қанды сорап отырып, адам бойында герудинді бөлген кезінде қанның сұйылта түсіп, мынау адамдардың давлениесінің көтерілмеуіне сондай мынау шипасы бар. Өмірде мен өзімнің анам 80. Мынау гирудотерапия, мінекей. Қазір біздің пациентте 6 сүлік. Мына жерде үшеу тұр, мына жақта үшеу тұр. Мына көрдіңіз бе, бұл арнайы сондай акупунктурный точкада сорып жатыр. Мына үшеуін көрдіңіз бе? Мінекей, мынаның ішіндегі сүлік, бұны пинцетпенен қоямыз. Bir жақтан түсіріңіз. Ал мынау енді мынау қазір бізде мынау қазір мынау Toyota болып қалды. Мынау қазір енді көрдіңіз бе? Мына Toyota болып қалды. Ал мынау оның алдындағысы жаңағы ненің сүліктің несінің орны, мына жер. Ал енді мынау жаңағы несі сүртілген кезінде өз сөйтіп тойған кезінде өз түседі. Мінекей осындай сүліктер. 7 жаста өмірден өтті. Өмірден өткенше осы сүлікті қолданды. Себебі осы сүлікті қолданғаннан кейін дәрі ішпейтін болды. Мына давлениені түсіруге. Себебі бұл жасы келген адамдардың мынау 40-тан асқан соң физиологиялық өзгеріске түседі, қандары қоюлана түседі. Қоюланған қан давление болады, ол давлениені ары қарай апарып, мынау медицинада мынау жүрек қан тамыр ауруларын алып келеді. Ал енді мынау біздің сүлігіміз, бұл варикоз деген ауруға болсын, сосын бұл көптеген ауруларға бұл ем болады. Дәрігермен ақылдаса отырып, бұны қолданған жөн болады. Бұны ең бірінші салған кезінде сүлікті біз
кіндікке салып көреді бір сүлікті. Сол кезде аллергия, басқа да жағдай болмаса, сүлікті сол біздің қолданады. Мінекей қазір ғылым дамыған, сүлік салушылар да бар. Солардан салдыра жүріп, үйреніп өзіңіз де салдырсаңыз болады. Мінекей бұл түрі сондай сұсты болғанменен де сондай бір адамға қайырлы жәндік болып табылады. Мінекейіңіз өздеріңіз білесіздер ғой, адамзатқа қызмет қылатын осы үш насипом белгілі. Бұл бал арасы, сүлік, одан мынау жібек құрты. Мінекей. Ал енді басқа да көптеген алла тағала көптеген жануарларды жаратты. Оның барлығына біз қайырмен қарап, оларды адамзат, мынау адамзат, адам баласы халиф қой, жер бетіндегі Алланың орынбасары, барлығына қамқор болып, солардың баршасын адамзаттың игілігіне қолдана біліп, қамқорлық жасай білуіміз керек.